Кемел Ақышев дейтін алтын адамды тапқан ғалым бар. Осы кісі айтады, 32 жылы аштықтан өлейін деп жатырмын дейді. Пештің түбіне жығылып қалған екем, жартылай өртеніп кетіппін. Біреу кеп басымды көтерді. Қарасам, нағашым Қаныш Сәтбаев екен. Сол кезде Қаныш Сәтбаев Жезқазған қаласында тұрады. Баянауылдағы ауылына пикап деген машинемен келген екен дейді. Ауыл қырылып қалған. Содан 8 баланы жұрттан тауып алған, соның біреуі менмін. Сол 8-імізді машинаның үстіне жатқызып, шала жансар біздерді Жезқазғанға алып келді дейді. Ол кезде о кісінің үйінде орыс кісі еді, қап-қара кірміз. Әуелгіде бізден жиіркенді. Айғайлап отырып бәрімізді әлгі кісіге жуындырды. Бәрімізді оқуға түсірді. Сол 7 баланың 6-ы академик болдық дейді Кемел Ақышев ағамыз.